Петропавлда жаңа жылға дайындық жұмыстары әлі де жалғасуда. Шаһарымыздағы әртүрлі мекемелер мен шеберлер өздерінің тамаша композицияларын қаламызға сыйға тартуда. Орталық алаңның көркін келтірген жаңа жылыңызбен жазуы. Қардың мүсіндері, орталық көшеде орналастырылған жарықты қақпалар қала тұрғындары үшін өңіріміздегі жарнама агенттігінің сыйы болып отыр. Нами было установлено. Жаңа жылдық 4 композиция ұсынып отырмыз. Олардың барлығы түнде түрлі түсті болып жанады. Қаладағы ғимараттар мен көп қабатты тұрғын үйлерді түрлі LED шамдармен безендіруде шаһарымыздағы жарнама агенттігінің жұмысы. Оған қаражат қаланы дамыту қорынан бөлінген. Жамбыл көшесі бойында түрлі түсті шамдар орнаттық. Сонымен қоса жанар жағармай бекеттерін де безендірдік. Шебер Берік Смағұлов қала тұрғындары үшін Погодин театры жанында орналасқан 19 ұсақ шыршадан тұратын біртұтас үлкен шыршаны. Сонымен қатар Конституция көшесі бойындағы ақ қаланы ұсынып отыр. Шебер әлі де Кәрім Сүтішев көшесі мен Жамбыл көшесі бойында 7 метрлі шырша орналастырмақшы. Балалар үшін жанатын сырғанақ салу жұмысына да кірісемін деп отыр. Бастап мен Корея Стелла независимости ледяную горка салайын деп жатырмын. Ол түгелі жанат. Ол түгелі жанат. Мынаны түгелі істеп жатқан недеріміз мына Петропавл қаласында жұртқа ол біздің айтқандай подарок жаңа жылға дейін подарок сықылды болып тұр, ол қазір істеп жатқанымыз. Ол түгелі істеп жатқанымыз, ол түгелі қолдан істелініп жатыр. Жалпы жергілікті бюджеттен қаланы жаңа жылға безендіру үшін 22,9 миллион қаражат жұмсалған болатын. Биыл шаһарымызда 6 жаңа жыл қалашығы, сонымен қоса 4 үлкен шырша орналасқан қалашық қала тұрғындарының қуанышы үшін орналастырылды. Абсолютно все нравится. Наш город очень даже приукрасился, все замечательно. Украшения все на елке очень красиво. Особенно красивая картина вот здесь, вот возле этого. Очень мне понравилось. Детей много вечером катаются с удовольствием. Все разукрашено, горит огнем. Очень красиво, сделали красиво. В этом году вообще замечательно. Как бы и елка понравилась, и вообще вот. А вечером так вообще красота, когда везде огни горят.